кішкене тілімізге. Один. Bir. Арбуз. Арбуз. Орысша салай бізде? Айнаны орысша салай? Айта алып. Молодец, жарайсың. Алмұрт. Груша. Балалар, күнімізге жаттығу жасадық, иә? Мен сіздерге бүгін себеп болған апельсин айтып біздер. Бұл не деп балалар? Апельсин. Апельсин деген кезде бізде қандай дауыс? Жақсы, олай болса апельсин арқылы қазір бір-бірімізге а дауысынан келетін сөздер айтамыз. Ол тағам болсын, киім болсын, зат болсын, бәрібір, иә? Мысалы, мен бастаймын. Алқа. Сен аяғым өзің қандай сөз айтасың? Адан келетін сөз айтып. Мен саған алқа деп бердім, аяғым сен Даниял қандай сөз айтасың? Адан келетін. А дауысынан келетін. Не білеміз қандай сөз білеміз? Айна, жақсы. Даниял? Аға, жақсы. Хамзаға береміз. Хамза. Айта ғой, апельсинді аламыз қолымызға. Даянаға бер, а дауысынан айтады. Алма. Ата, жақсы. Айда. А дауысынан келетін айтады. Көп қой бізде а дауысынан келетін. Қандай сөздер келетін бізде? Алма, жақсы. Қандай дауысы? Алмұрт, жақсы. Айзереге бере ғой. Айзере қандай? Апа, жақсы. Аяла қандай? Ара, жақсы. Ағаш. Алма. Ағаш. Алма. Амина, жақсы өзің. Маған бере ғой. Балалар, біз кішкене тілімізге жаттығу жасадық. Балалар, бүгін біз сіздермен ерекше ұйымдастырған іс-әрекет өткізетін боламыз. Ол бізде балалар тақырыбы апельсин сары жемісте. Мен сіздерге кішкене апельсин туралы түсіндіріп айтып кетейін. Балалар, апельсин бұл ерекше жеміс туралы айтып кетейін. Апельсин ол бізге дәруменге бай, тәтті. Апельсиннің пішіні қандай бізде? Дөңгелек. Түсі қандай? Қандай сары? Өте жақсы. Ағзада бізге қосылды қызғылт сары, пішіні дөңгелек. Ол біздің ағзамызға өте пайдалы, иммунитетке күш, дәрумен екен балалар. Оның құрамында қандай витамин бар білесіздер? Қандай дәрумен бар? Апельсиннің құрамында қандай дәрумен бар? С. Дұрыс айтасыздар. Даяна, керемет. С витамині бар. Ол біздің ағзадан суық тиюден балалар қорғайды екен. Және апельсин балалар күнді жақсы көреді, жылы жақта өседі. Ол біздің елімізде өспейді. Мысалы, ол Түркияда, Бразилияда, Испания сияқты жылы қалаларда апельсин өседі. Олай болса балалар экранға назар аудармаңыз. Кішкене былай сырлайық, иә? Аминаны оқитындай оқисыздар. Балалар, қыздарымыз тобымыздың алдын ала жұмыс берілген болатын, иә, ата-аналарымызға. Апельсинді аминадан бастап егіп бірнеше жеті қызымыз біздің тобымызға әдемі осындай апельсин ағашын әкелген болады. Осы ағаш арқылы біздер балалар қазір топқа бөлінетін боламыз, жақсы ма? Қане, тұрамыз жаңағыдай жарты шеңбер болып ашамыз. Аха, орындарына отыра беріңіз. Балалар, міне апельсиннің бөліктері сендерге бөлінген. Неше бөлік бөлінген, сол бойынша қарайсыздар да сол топқа барасыздар, жақсы ма? Аха, бара отырайық, отырайық. Арнаған мен өзім атап берейін, кішкене. Кешеуі. Саған арна бірінші апельсин алған дейді. Сен бірінші жерге отырып қой бер. Балалар, апельсиндерімізді қоямыз. Біздер жаңа көрдік қой, балаларымыздың еккен апельсин ағашы арқылы біздер топқа бөлдік, солай ма? Ешқандай жұмысты бастамаймыз. Мен алдымен түсіндіріп кетемін сізге. Мен сіздерді үш топқа бөлдім. Апельсиннің бөліктері арқылы. Бірінші, екінші, үшінші. Сіздер апельсинді көрсеңіздер, іштерінде бөліктер тұр ғой, екінші топ. Және де жаңа арнасы бірінші топ, мен үшінші топ балаларымызды. Сол бойынша біздер апельсинді бөлдік, иә?
Birinchi to'pning жұмысы, бұл не қарайықшы, балалар? Мектеп. Мектеп, иә. Мынау не десең, менің суретім көріп тұрсыз? Планшет. Планшет. Мектепке балалар планшетке есеп жазып, сіздер қазір осы есепті шығару арқылы қандай сурет шығады, сіздер соны айтасыздар, иә? Әріп, яғни дыбыстар. Осы, ол не десең? Апельсин. Апельсин ағашы. Жақсы. Осы балалар апельсиннің ағашына қай дыбыс арқылы барасыздар, соны маған айтасыздар. Жақсы. Т дыбысы арқылы барасыздар, иә? Т және дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Жақсы. Осыны әркім өзі жеке-жеке орындайды. Болған кезде мен сіздерге бастауға сіздерге рұқсат. Және де үшінші жұмыс, бізде балалар сіздердің шығармашылық жұмыс, яғни апельсиннің суретін әдемілеп бояйсыздар, иә? Қылқаманың көмегі арқылы жұмысты және де бастауға рұқсат. Біздің топта барлық бала белсене қатысты деуге болады. Барынша өздерінің жұмыстарын алып келді, көрсеңіздер болады. Барлық баланың өзінің жұмыстары, иә балалар? Сіздер апельсин туралы білесіздер ма? Және біздің апельсин пайдасы қандай? Кім айтып береді ма? Өте дәмді. Сосын тағы да? Пайдалы. Пайдалы. Қай жағынан пайдалы? Сіздер апельсин туралы жасадыңыздар, қай жағынан пайдалы балалар? Не бар құрамында? Қандай? Не үшін пайдалы бізге? Себебі ояқта дәрумендер көп. Қандай дәрумен бар құрамында? С дәрумені бар, иә? Балалар бізді суық тиюден қорғайды. Қане, олай болса, біз осы апельсинімізде шырын жасаймыз. Оғымыздан тұрамыз да, тәжірибе алаңына барамыз балалар. Дәмедеп, асықпай өздеріңіз болған балалар не деп дауыссыз ба? Дауысты. Адан келетін қандай затты білесіз? Айна. Ара. Алмұрт. Аяғым. Жақсы. Айтам сен қай апельсиннің дауысты дауысты. Дауысты бар, иә? Осы туралы қандай? Не басталыпты? Алма болсын. Қандай? Жемістен. Адан кейін. Алма. Не сағатып беріп тағы? Алқа. Сосын адан кейін. Қандай адам жасалды бізде? Адам. Жақсы. Дәрбеш кейін болсын. Қас жаққа. Дәрбеш апельсинге қай жасалды? Дауысы ма, дауысы ма? Дауысы ма? Деген дауысы ма? Деген дауысы жоқ. Дауысы жоқ? Деген дауысы ма? Дауысы бар ма? Деген дауысы ма? Дауысы ма? Дауысы. Қыдан келетін қандай дыбыстардан басталып? Тара. Бәрегінді біріміз қой. Тара, сосын қыдан келетін. Телевизор, я жақсы отырмыз. Мен Даянаға байлаймыз, иә? Бастырайын, секунд. Даяна, қараш, не шықпайсың? Апельсиннің бөлімі деп тұрсыз, иә? Апельсиннің жауабы дейсің бе? Жауабы? Армырдан сұрайын, иә? Армыр жүрді. Армыр бұл не бізде? Апельсин шықты, иә? Болады, өз жақсы. Жауабы жоқ, бестен кейін алу. Жоқ, қосын алу. Бестен кейін алу дейінші.
Апельсиннің ағашы, иә балалар, мен гүлдеп тұрған апельсиннің де ағашы екен. Жақсы балалар, сіздер мен айтқан тапсырмаға өте мұқият орындаған кезде кішкене қолыңызды қоядыңыз. Қандай құдай жеңіз. Даниял, бұл не бізде? Апельсин бізге пайдалы ма, пайдасыз ба? Пайдалы. Құрамында қандай дәрумендер бар? С дәрумені бар, иә балалар? Жақсы. Жұмысымызды аяқтап болсақ, балалар. Апельсин қайда өседі? Бірнеше бөліктері бар туралы, жаңа осы бөліктер арқылы біздің топтың балалары бөлінген болатын топқа. Осы туралы қай елде өсетіні туралы алып келді. Жұмыстарды қосып қойсаңыз, ата-аналар алдын ала балалармен бірге жұмыс жасаған. Кішкене сіздерге жұмысын көрсетіп кетсем, арнұр жұмыс алып келіп, ауырып қалса да келгенде оны қойған жоқ, еңбекпен жасаған. Ол бізде арнұрдың жұмысы, апельсин ағашы туралы жасаған. Айзеренің ағашы. Айзере, өздерінің жұмыстарында айтасың ба балалар? Көмектесейін ба сіздерге? Апельсин Бразилияда өседі. Үлкен болып ағаш болады. Өзін домалақтың ұшық қозғалтары, витаминнің пайдалы. Ау, тыңдамыз. Тыңдамыз, жақсы түсінеміз. Бұл бізде адияттың жұмысы, адият енді бүгін келген жоқ, бірақ апельсин туралы, шырын жасайтын, ағашта өсетін туралы кішкене біздің балаларға мағлұматтар келмей қалған балдарымыз да бар. Видео жүре берсіңдер. Бұл бізде Амел тапсыратын ойын жасап еді, сонымен ауырып келмей қалды. Бұл бізде Аяулымның жұмысы, апельсин туралы кетті. Аяулым, айтасың ба? Жұмысыңды? Аналарымен бірге жасап, және де бірнеше апельсин құрамында астарбек С витамині бар туралы біздің балаларымыз көп келген жұмыстар әкелді. Нұрмұхамедтің жұмысы, келмей қалған балдар. Даянаның жұмысы. Және бұл бізде Айшаның жұмысы. Айша бөлінші болады. Балаларға есеп алып кетті апельсин туралы математикадан қысынан. Апельсинді ашуға ема. Ашып болғаннан кейін қолымызды қоямыз. Балалар, біз ең алдымен тәжірибе алаңына келген кезде бір-бірімізді итеруге болмайды, қауіпсіздік ережесі. Бір-бірімізге күші тұрған құралдарды лақтыруға болмайды. Сендіңіздер ғой. Біздер сок жымалқының көмегі арқылы балалар сіздермен қазір сок жасайтын боламыз, апельсиннің шырын жасаймыз. Бірінші тарелкаға апельсинді аламыз. Оны біздер жасамыз. Апельсинді қараңыз саламыз. Қолымыздың күшінің көмегі арқылы балалар бұрап біздер сок жасайтын боламыз. Аяуланы қой дейміз. Аяулына сенетіңіз ба? Сенікі ма? Балалар, әркім өзінікін алсын, сөздесе балаларын ренжімей. Қақпақтарын алып тастаймыз, балалар бір апельсинмен басылады, сол себепті қақпақтарын үстел үстіне қойып қоямыз. Қолымыздың күшінің көмегі арқылы қаттырақ басамыз, жақсы ма балалар? Барлықтарыңға жетті ма балалар? Жетпей қалған балалар бар ма, жоқ па? Жетті, иә? Басақ, кәне қаттырақ басамыз. Басамыз, кәне бұраймыз қолымыздың көмегі. Так, рудық шабас кетті. Сен келіс ба? Давай арнып, ауыстырылайын, иә? Мынау болсын, иә? Айзерені тоқсы. Ау, жаным. Сенікі? Алай, жақсы, жасаймыз. Кімде шығып жатыр, балалар? Неге? Жақсы. Береміз, балалар, шыққанша. Береміз, жақсы ма? Апаймен болды. Жоқ, ішуге рұқсат емес, балалар, барлық бала болсын, сосын ішеміз, жақсы ма? Күте тұрайық бәрін, бір уақыт. Апаймен болды. Болса, қия ғой. Ішпей тұратындар, балалар. Қазір бәрін бір уақытта ішеміз, жақсы ма? Кішкене қалды ма, әрқылар біздер жасаймыз. Алабында, құртшын алабында. Алқандай балаларда қолымызға соғымызды ұстап тұрамыз, шырынымызды. Кім болды, құйып болды, яғни шырынымызды ұстауға рұқсат.
балалар сіздер. Балалар, қане, шырынымызды ішіп болса, осы жерде бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетті қорытындылайық, бір-екі ауыз сөзбен. Бүгін біз не істедік, не туралы білдік? Не туралы білдік, балалар? Апельсин. Апельсиннің құрамында нелер бар екен білдік, балалар? Не жасадық біз одан? Шырын жасадық, иә? Апельсиннің көмегі арқылы балалар біздер шырын жасадық, солай ма? Жақсы, керемет.